қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада бұл суреттерден мерекелік көңіл-күйді байқауға болады. Достарымен жиналып мәз-мейрам болып отыр және бір қызға сыйлық беріліп тұр. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз жекеменшік мерекеміз туған күнмен тікелей байланысты деп ойлаймын. Екінші тапсырмаға мәтіндегі нақты ақпараттар бойынша сұрақтар. Мүшел жас неге қауіпті деп есептелінген? Сенің отбасы мүшелерінің жасын мүшелмен есептегенде қалай болады? 13 жастағы адамның жасы неше мүшелге тең деп сұрақтар қарастыруымызға болады. Ал астындағы сұрақтарға жауап беретін болсақ, біріншісіне, бүгінгі тақырып пен мәтіннің арасында орасан зор байланыс бар деп есептеймін. Себебі әрбір туған күніміз біздің мүшел жасымызға жетуіміздің кепілі. Екіншісіне, себебі адам ағзасында әр 12 жыл сайын үлкен өзгерістер орын алатын болған. Үшіншісіне, туған күн, 22 наурыз, отбасы күні, балалар күні, жаңа жыл деп екінші тапсырмаға жауап берулеріңізге болады. Бірінші деңгей тапсырмасында сыныптасыңыздың жұлдызнамасын жазуыңыз керек. Егер сыныптасыңыздың туған күні 25 наурыз болатын болса, ол тоқты деген сөз, яғни менің сыныптасым туған күні осындай күні, ол тоқты жұлдызнама бойынша деген сияқты жазып шығасыздар. Екінші деңгейде отбасы мүшелеріңіздің жасын мүшел бойынша есептейсіздер. Мысалы, әкемнің жасы 47-де, ол 4 мүшелге жақындады деген сияқты. Сіздің әкеңіздің жасы 47-де болмауы мүмкін. Сол себепті мен астына бірінші мүшел ол 13 жас, екінші мүшел 25 жас, үшінші мүшел 37 жас деп белгілеп көрсетіп қойдым. Сол себепті әркім өз отбасы мүшелерінің мүшел жасын есептеп жазыңыздар. Қиын болса комментарийде көмек сұраңыздар. Ал үшінші тапсырманың үшінші деңгейінде, қымбатты бауырым, бүгін сенің туған күнің. Осы ерекше күні саған шын жүректен зор денсаулық, таусылмас қуаныш, өмірдің ең жақсы сәттерін тілеймін. Армандарың орындалып, мақсаттарыңа жетіп, әр күнің бақыт пен шаттыққа толы болсын. Сен біздің отбасымыздың қуанышысың, тірегімізсің. Әрқашан осылай ақ жүрек, мейірімді, табанды болып жүре бер. Алдағы өмірің тек сәттіліктерге толсын. Әр ісің берекелі болсын. Туған күнің құтты болсын, бауырым. Ақ тілекпен бауырың деп жазуларыңызға болады. Ал төртінші тапсырмада буын үндестігіне бағынып тұрған сөздер қазақтың ұғымында жас саны есептеледі жастан бастап жылдан қосып. Отырады, жеті кісілер. Дыбыс үндестігіне бағынып тұрған сөздер сәйкес келеді, абайлап жүреді. Бесінші тапсырмада қазақ халқы жылдарды 12 жылдық мүшел арқылы атаған. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Бұл жүйе шығыстық халықтарда да бар, бірақ әр халық әртүрлі атап кейбір жануарды өзгеше қолданады. Мысалы, Қытайда қоян жылы, кейде мысық жылы болып айтылады. Моңғолдарда да атаулары ұқсас, бірақ кей сөздері өзгеше. Қазақтарда жылқайыру мал шаруашылығымен байланысты деп жазасыздар. Келесі бөліктегі тапсырманы әркім өзінің туған күніне байланысты және туған жылына байланысты орындайды. Мысалға, мен 2015 жылы ақпан айында дүниеге келдім. Бұл жыл қой жылы болып есептеледі. Қазақтар қой жылын берекелі, тыныш жыл деп есептеген. Қой жылы туған адамдар момын, сабырлы, мейірімді болады дейді. Ықпал түрлері: қой жылы, жыл атауы, ақпан айы, қазақша жылқайыру деп жазамыз. Бұл жердегі тапсырманы балалар естеріңізде болсын. Әркім өзінің туған жылы мен туған күніне байланысты жазады. Жарайды ма? Қазақ тілі тапсырмаларын келесіде менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Комментарий, лайк басып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.